Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Ақбала. Бүгін сіздерге жаздың ыстығында өте керемет болатын балмұздақ жасауды көрсететін боламын. Каналыма жазылып қоңыраушаны баса кетуді ұмытпаңыз. Ең алдымен 33%-ық кілегейді миксерлеп аламыз. Осылай қоюланғанша әбден миксерлейміз. Кілегейді алдын ала 5-6 сағат бұрын салқындатып алуды ұмытпаңыз. Осындай консистенция болғаннан кейін үстіне 200 грамм қойылтылған сүтті құямыз. Екеуін тағы бір миксерлеп аламыз. Одан кейін қалауыңыз бойынша осылай қатырсаңыз болады, немесе түрлі жидектер қосып та қатырсаңыз болады. Мен өзімнің сүйікті жемісім мен жидегім құлпынай мен бананды араластырып қостым. Сіз де өзіңізге ұнаған кез келген жемісті алып, осылай блендермен езіп қосуыңызға болады. Ыдысқа салып, тоңазытқышқа бір түнге салып қойдым. Ешқандай қоспаларсыз өзіңіз үйде осындай таза табиғи балмұздақты жасап көрсеңіз болады. Ас болсын.